Ал бармысыздар бауырлар. Кешегі мына видеомыз әруақтың құдіреті, ата баба әруағына сыйыну, ата баба әруағының құдіреті деген тақырыпқа мен ойымша біраз сөз толғағандай болдық, ой қозғап. Сонда қарап отырсақ, жақсы азаматтар тарапынан мынау реакциясы кері байланыс керемет болып жатыр. Көптеген бауырларымыз бұны ұнатып, былай айтқанда ата баба әруағы, өзіміздің әруағымызды өзіміз табуға келіп қалғанымызды көрсетіп отыр бауырлар. Енді қарайтын болсақ былай ғой, мына жерде біз неге осы уақытқа дейін әлсіз болып қалдық, неге біз бодан болдық, неге біз біреуге тәуелді болып қалдық, неге біз өзіміздің елімізде көптеген мәселелерді қолдан шығарып алдық. Оған сізге қысқа ғана бір жауабы, өз атамыздың әруағын ұлықтауды қойып, кісінің атасының әруағын ұлықтап кеттік. Және бір қызға айтайын, сіздер ойлауыңыз мүмкін, мысалы мынау арабша құдайдың атын айтқанда соларды ұлықтатты деп та. Одан бөлек кім қай тілде сөйлейтін болса, сол елдің әруағының мықты болып, әруағының асып, мысы басуына біз жағдай жасайды екенбіз. Кімде кім өзінің ана тілінде сөйлейтін болса, атадан келген, атаның қанымен келген, ананың сүтімен келген тілінде сөйлейтін болса, онда өзінің әруақтары оны қолдап, қостап, желеп, жебеп, оны күшейтеді. Оның мысы басын болады, оның айтқан сөзі салмақты болады. Ол былайша айтқанда өз елінде өзі би, өзі қожа бола алады. Ал егер, мысалы байқайсыздар ма, бізді мынау орыстар кезінде Ресей империясы колония жасап, өздерінің саясатын жүргізіп, осы жерге жаңағы жер аударушылар, тың игерушілер, басқалар бәрін әкеп арамызға тығып, бізді орысша хат танытып, орысша сөйлетіп, орысша әдебиет, орысша жаттау, орысша тақпақ, соның барлығы не үшін дейсіз ғой? Өйткені біз сол Ресейдің құрылған империясының бір бодан пұшпағы бола тұра, соның жалпы ресейлік империялық әруақтың күшеюіне біз атсалыстырды бізді. Енді оған біз бәлен кінәлі, түген кінәлі, анау революционер болды, анау коммунист болды, анау жаман болды, анау сатқын болды деген нәрсе бізді ешқайда да апармайды. Біз ол нәрсені айтқан сайын, біздің өзіміздің бойымыздағы қуатымыз жасампаздыққа емес, ол қиратуға кетеді. Яғни біз мынау елді көркейту, біріктіру, жетімін жылатпай, жесірін қаңғыртпай жүру деген мәселе бір жақта қалып кетеді да. Негізгі мәселе қайтадан сол өз артыңды шұқу, өз артыңды ашу, өз кемшілігіңді іздеу, тырнақ астынан кір іздеу, ұрыс, керіс, жанжал, төбелес, соң қан төгіс болып, қайтадан баяғы бір-бірінің үстінен арыз жазу, бір-бірін атқызу, бір-бірін ит жеккенге айдатумен тынатын дүние. Ол нәрсеге бармау үшін біз не істеуіміз керек? Өйткені бұл бізді алдаңғы бізге бір елес нәрсе. Енді біз елесті қойып шынайы дүниеге көшейік та. Шынайы дүниенің нақтылығы мынау. Біз ананың сүтімен, атаның қанымен келген тілде сөйлеген сайын, сол тілде өз ата бабамыздың әруағын ұлықтаған сайын, және өткенді жіберуіміз керек. Мына бабамыздан қалған бір сөз бар, өткенге салауат деген. Өткенге салауат деген, өткен ата бабаларыңа салауат айтасың, өткен өміріңе салауат айтып, ризашылығыңды білдіріп, оны жібересің. Ал егер мен оны жібере алмайым, кезінде бізге кім тізесін батырған болса, соның бардығынан кек алып, соның бәрін басын чабам, ойбай қырам, жоям дей беретін болсаңыз, онда сізден өнеге көрген бала шағаңыз, олар да қырам, жоям деп жүріп, бір күні қарасаңыз, өз бала шағаңыз бір-бірімен төбелесіп, бір-бірімен жағаласып, бір-бірімен есептесіп, сөйтіп бір қарасаңыз, сіз бүкіл қазақтың намысын алып берем деп жүрген кезде өз үрім бұтағыңыз тоз-тоз болып кетеді. Сол нәрсеге бармау үшін, жасампаздылыққа келу үшін біз ата баба әруағын тіктеуіміз керек. Әр бейсенбіде жаңағы ең болмағанда майдың иісін шығарып, болмаса шелпегімізді пісіріп, мүмкіндік болса бір шайымызды беріп, сол әруақтарға өзіміздің ана тілімізде Құранымызды оқуымыз керек. Және ол Құран деген, мысалы, мен мынандай болады, жаңағыдай мен жазып берем, болмаса бәлен жазып береді, сол қатып қалады деген сөз емес. Өйткені әркімнің ата бабасының жүріп өткен жолы басқаша, өмір тарихы басқаша, шыққан тегі басқаша, тұратын жері басқаша. Сондықтан да әркім өз ата бабасының өмір баянын, ата бабасының даңқты жолын, ата бабасының сол ынтымақты қалай жасады, сол ата бабасы елді қалай ел қылды, сол нәрсесін айтып, мадақтап, өзінің ата бабасының әруағына салауат айту керек. Өзінің ана тілінде. Өйткені біз мына ана тілі деп жатырмыз, енді атаның қанымен келді, ананың сүтімен келді. Біз осы тілде сөйлеп, осы тілде дамытып жатқан сайын, осы тілді біз көптеп қолданған сайын, біздің мынау әруағымыз аса береді, мысымыз баса береді. Енді қазір арамызда мынау жемқорлық жайлап кетті, Ресейдің бодандығынан әлі де таза құтыла алмай жатырмыз, одан қалса Қытай келе жатыр, Америка келе жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр дейміз. Енді ұзаққа бармай ақ қояйық. Мысалы үшін
мына ағылшындар дүние жүзіне колониялық саясатын жүргізе отырып, қазір барлық дүние жүзінің тілдерінде өзінің тілдерін енгізіп отыр. Міне қараңыздар, таяқ лақтырсаң мына Шымкентте неге тиеді жаңағы ағылшын тілі курсы, ағылшын тілін оқытам, ағылшын тілі болашақ тілі, ағылшын тілі ғалам тілі деп. Сонда біз олардың тілін оқып, үйреніп, олардың ата бабасының қалдырып кеткен энергетикалық жолы, энергетикалық кодын қайталап, соны дамыта береміз да, сонда өзіміз бойымыздағы энергияны сол біреудің атасының әруағын тіктеуге жіберіп отырамыз. Ал енді қазір анау араб құлдары көбейіп кетті, орыс құлдары көбейіп кетті, Қытай құлдары көбейіп кетті, глобализмнің құлдары көбейіп кетті деп бізге біреуге топырақ шашып, біреуді кемсітіп, біреудің мінін терудің түкке де қажеті жоқ. Бұл жерде өте қарапайым бір-ақ нәрсе керек. Бұл өз ата бабамыздың әруағын тіктеу, ата баба әруағына салауат айту. Мына бауырларымыз жүр ғой, намаз оқимыз, мынау жаратушыны ұлықтаймыз, жаратушыға сыйынамыз деп. Жаратушы дегеніңіз сол өзіңіздің ата бабаңыз, апа әжеңіз, өз жұртыңыз, нағашы жұртыңыз. Өзі жалпы мына арқамандық бойынша Құдай деген сөздің өзі құттың ұдайлығы дейді. Құт деген мына өмір сүру үшін адамға қажетті факторлардың жиынтығы болатын болса, сол ұдайы болған сайын біз өсіп өне береді екенбіз да. Сондықтан біздің құтымыздың ұдайлы болатын жолды, біздің құдайлық жолымызды жалғастыруға көмектесетін, бізге одақ болатын адамдарды біз құда дегенбіз. Құда деген сөз, білесіз ғой, жаңағы қазақ осы құда бол деп қинайтын, құдаларын құдайындай сыйлайтын деп. Біз құдаларымызды құдайдай сыйлаған адамдарымыз. Өйткені ол біздің құтымызды арттырып, берекемізді кіргізіп, елімізді дамытатын дүние. Қазір енді мына бауырларымыздың арасында осы біз тойшылымыз, құдалық дейміз, анау дейміз, жиын дейміз, осы біздің қашан дамимыз, қашан технология, білім ғылымға қашан бет бұрамыз деп көбісі уайымдап жүрген жағдайы бар. Сіздерге айтайын, әркім өзінің ата бабасының әруағын тіктеп, ата бабасының әруағына сыйынып, ата бабасының әруағына медет тілеп, ата бабасын еске алып, сол даңқты жолды ойлап, сол жолмен жүруге тырысқан кезде ғана біздің әруағымыз тіктеліп, жаңағы еңсеміз көтеріледі. Одан басқа жол білетін болсаңыздар көріңіздер. Бірақ мен өзім көзім жеткен өмірлік 47 жылдық өмірлік тәжірибеде жеткен, көзім жеткен нәрсе осы. Сондықтан бірге болайық достар. Бар болыңыздар, өсіп өне беріңіздер.